Сәлем достар, қалайсыздар? Сіздерге бүгін тағы да сұраныстарыңыз бойынша керемет бір видео дайындап қойдым. Сол үшін лайк басыңыздар и видеоның соңына дейін қараңыздар. Көбінесе бізге Word документін PDF документіне ауыстыру керек та. Бұны қалай істейміз? Қазір көрсетіп жіберейік. Бұл өте оңай. Play Marketқа барамыз. И Play Marketта жазамыз. Мысалы, PDF Word деп жаздық. Біз қазір Word документін PDF-ға ауыстыруымыз керек. Сол үшін бізге мынау қосымша керек. Негізі қосымшалар өте көп, бірақ сіздерге әрқашан істегендей ең мықтыларын тауып беріп жатырмыз. Word to PDF Converter дегенді басамыз және телефонға орнатамыз. Мен орнатып болдым, открытті басамыз. Что сұрап жатыр? Доступқа к фото медиа файлам разрешитті басамыз. Болды. Енді қараңыздар, астында плюс деген батырма бар. Соған басамыз. File on the phone. Біздің телефонымыздағы файлды таңдау үшін біріншісіне басамыз. Жоқ, басқа бір Dropbox драйвердан алатын болсаңыз, интернеттен екіншісіне басамыз. Көбінесе біз өз телефонымыздан істейміз. Сол үшін бірінші батырманы басамыз. Және де телефондағы папкалардың ішінен керек Word форматындағы документті тауып аламыз. Міне. Және де мынақа птичканы қоямыз. Қойғаннан кейін астында Select деген батырманы басамыз. И Ready to Convert. Конвертацияға дайын деп тұр. Сол үшін Convert to PDF-ті басамыз. И енді күтеміз. Міне, біздің документіміз дайын болды. Енді бұл документті қолдансақ болады. Бұл документті қолдану үшін бұл документтің үстіне басамыз. Open ашамыз документті. Екіншісі Share. Бұл документті бөлісеміз басқаларға. WhatsApp, Telegram басқа адамдарға. Және де үшіншісі Delete, удалить етеміз. Delete тастаймыз. Бұл біздің мына жерде File List деген бөлімде тұрады. Егер қайтатын болсаңыз, мына Home деген жерге басасыздар. Басынан мына жерден плюс арқылы документтерді конвертация істей бересіздер. Егер бұл қосымша ұнаса, басқаларға бөлісем десеңіз, ең үстінде мынандай Share бөлісі деген батырма бар. Лайк басуды ұмытпаңыздар, каналға жазылыңыздар. Көп рахмет сіздерге. Сұрақтарыңыз болса комментарий жазыңыздар. Хош сау болыңыздар.